Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін мен Мариям өте қарапайым печенье рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, бар жоқ үйдегі заттармен жасалады. Жасап көруге кеңес беремін. Бізге ең алдымен 60 грамм құмшекер және үй бөлмеде тұрған сары май 30 грамм, кез келген майдан қоссаңыздар болады. Және бір жұмыртқа. Осы үшеуін жақсылап бір араластырып аламыз. Оның үстінен қосылғыштан 3 грамм қосатын боламыз және илеуіштен өткізген ұн, яғни 180 грамм. Бізге өте қоймалжың, яғни қолға жабысатын масса дайын болады. Осындай пакетке кигізіп, печенье формасын дайындайтын боламыз. Мен мынандай пакетпен бірінші печенье формасын жасап тұрмын. Өзім көңілмен шыққан жоқ, сол себептен мен дөңгелетіп жасай салдым. Сіздер енді икемді болсаңыздар, басқа форманы мен жасасаңыздар болады. Арасына кез келген вареньені салсаңыздар болады. Болса соған салсаңыздар да болады. Осылай қызып тұрған пеште 170 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, піскен мына печенье. Дәмі өте керемет, қатты, тәтті де емес. Жасап көруге кеңес беремін.